Бүгінгі тақырыпты біз жақсылап қыздырайық. Біз алдыңғы видеода жолақ ауыстыру туралы айттық. Мына кітапта сол жайлы пункт бар, иә. Мына жерде былай дейді: қатар ауыстыру кезінде жүргізуші жүру бағытын өзгертпей қатарлас келе жатқан көлік құралдарына жол береді. Иә? Бірге келе жатқан көлік құралдары бір мезгілде қатар ауыстырған кезде оң жақтан кедергіге жүргізуші оң жақтан келе жатқан көлік құралына жол береді, иә? Оң жақтан кедергі. Өткен жолы біз жолға шығып жүргізушілерге сұрақ қойып, оларға жол белгісін көрсетіп, олар егер дұрыс жауап берген болса, біз ақша немесе мына кітапты алуды ұсындық. Көп жүргізушілер әрине кітапты таңдады. Неровная дорога? Дұрыс. Ол не деген сонда? Грейдер сияқты, асфальт жоқ деген жол сияқты, да? Сондай. Тегіс жол емес деген, да? Иә, сізге бұл белгі не айтып тұр сонда? Опасность. Жай жүру керек. Вот, дұрыс айтасыз. Сонда сізге көлігіңіз зақымдап алмас үшін? Иә, жай жүруім керекпін, скоростьті азайтуым керекпін. Но? Лежачий полицейский. Дұрыс, өте дұрыс. Жай өту керек. Дұрыс. Но? Так, оңға қарай бұрылады. Жол оңға қарай кетеді. Басқа оңға қарай бұрылатын жолдарда мынандай белгі тұра ма барлығында? Жоқ, барлығында тұрмайды. Крутой поворот. Крутой поворот. Қауіпті бұрылыс. Осы кітапты аласыз ба, немесе ақшалай сыйлықты аласыз? Кітапты аламын. Мынау кітап өзі 6900 теңге тұрады. Осы менде кітап жоқ та, сосын кітапты алғым келіп тұр. Сізге сыйлық онда. Жақсы, рахмет. Болашақ жүргізушілерге не айтасыз? Өзіңіз көлік жүргізіп жүр екенсіз. Болашақ жүргізушілерге айтатыным, сақ болыңдар, ограничениеден қатты жүрмеңдер. Мысалы, бізде 60 деген ограничение бар ғой. Иә, сол ограничениеден қатты жүрмеңдер. Сосын знактардың бәрін жаттап алыңдар. Өте қауіпті. Иә. Сосын тек қана жүргізушілерге емес, жаяу жүргізушіге тоже айтатыным, өткен кезде сіздер сақ болыңдар. Тек қана водитель виноват емес, мысалы, тоже пешеход тоже виновный кездер болады. И сосын обязательно пешеходный переходтан өтіңдер. Мысалы, мына апа өтіп баратыр қазір. Мына жол белгісін білесіз ба? Так. Демалыс орны бар жақын жерде. О, молодец, жарайсыз. Мынау ше? Так, С100 жақын орнында, 100 метр жерде. О, жарайсыз. Жол үлкейіп барып қысқарады дейді ғой. Қысқармайды, тарылады, ә? Тарылады, тарылады. Қай жағынан тарылады? 3000 теңге береміз енді, ответіңізді. Либо мына кітап. Жоқ, ақшалай бере саласың оны. Точно ма? Иә. Таңдауға. Кітап алайын. Мына кітап. Иә. Жол ережесі бойынша цветной форматта қазақша. Балдарыма берем, үйренсін. Иә. Ақша деген кетеді қазір, момент ұшатты. Және ол жерде біздің байқағанымыз, мына жүргізушілер жол белгілерінің көп мағынасын түсіне бермейді екен. Енді ол жолда жүрген жүргізушілер қазіргі. Сол себептен жолда жүрген жүргізушілер мына жолда жақсылап жүру үшін, ережені бұзбай, қауіпсіз жүру үшін, сіз бен біз барлығымыз жолда жүргенде қауіпсіз болу үшін, барлығымыз мына жол ережесін қарапайым тілде түсіну керек. Мына кітапқа тапсырыс беру мына төмендегі сілтеме арқылы. Осы жағдайда мен сіздерге комментарийге жазып, қай жүргізуші бірінші өтеді, қай жүргізуші екінші өтеді деген сұрақ қойған болатынмын, комментарийге жазыңыздар деп. Бірақ ешкім жазбапты. Енді сол туралы мен айтып өтейін. Бұл жерде мына жүк көлігі болғандықтан, немесе мына жақтан оң жақтан кедергі деп ол басымдыққа ие бола алмайды. Бұл жерде жүк көлігі іргелес аумақтан шығып тұр, яғни ол заправкадан шығып тұр. Заправкадан шыққан кезде ол мына жолдағы көліктерге жол беріп барып жүруін жалғастырады, иә, жолға шығады. Осындай жағдайларды кейбір жүргізушілер дұрыс түсінбей шатастырып алады. Әсіресе мына жол көлік оқиғасына түсіп қалғаннан кейін дәлелдеп шығады. Мына көрсетілген жағдайды қарасаңыз, жасыл автокөлік жүріп келе жатқан жолағы оның аяқталып жатыр. Ал мына жүк автокөлігінің жолағына ауысу үшін енді жасыл автокөлік не істеу керек? Қайсысы басымдыққа ие? Жолақ бітіп жатса, басымдық бере ма мына жасыл автокөлігіне? Әрине жоқ. Жолағы бітіп жатса, демек ол басқа жолаққа ауысу керек. Енді ауысу кезінде жаңағы біз оқып өткен пункт бойынша ол ережені сақтап жүреді. Яғни мына ауысатын жолағында көліктерге жол береді, иә? Осындай жағдайлар кездеседі жолда, сол кезде сіз сауатты жүріп өтіңіз. Жол жайын білмесең, жүргеннен сұра, сөз жайын білмесең, білгеннен сұра демекші. Құрметті оқырмандар, мына біздің видеоларды жақсылап қарап, өздеріңізге түртіп алыңыздар. Және ең басты осы жерде айтып өтетін жағдай, көп жүргізушілер мына іргелес аумаққа бұрылған кезде, іргелес аумақ деген жалпы көз түсінбейді. Іргелес аумақ деп біз нені айтамыз? Іргелес аумақ мына жолдың бойында тұрған парковка, немесе бір дүкенге кіріп жатсыз, сол дүкеннің парковкасы, үлкен гипермаркеттердің парковкасы, немесе заправка жаңағындай, немесе тұратын аймақ, яғни дворға кіріп жатсыз. Сондай жағдайлардың барлығы іргелес аумақ болып саналады, иә? Енді қараңыз, сіз мысалы бір гипермаркеттің парковкасына бұрылып жатсыз жолдан.
сол кезде жолдан бір кісі пакетімен өтіп бара жатыр. Сол кезде сіз оған жол беру керексіз бе, беру керек емессіз бе? Әрине, беру керексіз. Және сіз двордан да мына жағдайды қарасаңыз, қараңыз, мына көлік дворға кірмекші. Енді осы дворға кіріп жатқан кезде мына жаяу жүргінші өтейін деп тұр, соған жол беру керек. Мына жерде қараңыз, қызыл автокөлік жолдың бойымен жүріп келе жатыр, ақ автокөлік шығайын деп тұр осы жолға, және мына жерде пешеходты көріп тұрсаңыздар, осы жаяу жүргінші мына жерден өтпекші. Енді бұл жерде жүру кезектілігі қандай? Әрине, бұл жерде мынау ақ автокөлік ауладан шығып жатқандықтан, ол двордан шығып жатыр, мына жерде үйлер тұр, қарасаңыз, мұқият қарасаңыз. Бұл жерде ақ автокөлік жолға шығар кезде мына қызыл автокөлікке жол беру керек. Және бұл ақ автокөлік жүргізушісі мына жаяу жүргіншіге де жол береді. Неге? Себебі ереже бойынша сізге солай айтады. Сіз тұрғын аймақтан шығар кезде, немесе кірер кезде мына жаяу жүргіншілерге жол бересіз. Және сіз шығар кезде мына жолдағы көліктерге жол беруіңіз керек. Қызыл автокөлік тіке жүрмекші, демек ол жүре береді. Яғни пешеход, жаяу жүргінші екеуі бір-біріне ешқандай кедергі келтірмей тұр. Сол себепті бұл жерде қызыл автокөлік ешқандай кедергісіз жүреді. Одан кейін ақ автокөлік мына жаяу жүргіншіні өткізіп барып жолға шығады. Құрметті оқырмандар, жолда жүрген кезде жүргізуші ол дауысын жеткізіп айқайлап басқа жүргізушілерге ескерте алмайды. Өзінің не істейін деп жатқанын ол мына көліктің жаңа тежегішті басқан кезде қызыл жанаты артында, білесіздер ғой. Яғни сіздің тоқтап жатқаныңыз туралы арттағы жүргізушіге хабарлайды. Және поворотник жаққан кезде солға қарай жағасыз, оңға қарай жағасыз, алдын ала, яғни сіздің алдын ала іс-әрекетіңізді басқа жүргізушілерге ескертеді. Сонда көп адам осы поворотникті жақпайды, қолданбайды. Құдайдың кәдімгі көлікте жабдықталып тұрған оп-оңай бүйтіп қосылатын поворотникті жақпай, солай жол көлік оқиғасына түседі. Осындай қателікке жол бермеңіз. Сіз мысалы осы жағдайда мына ақ автокөлік жүргізушісі мына бұрылыс көрсеткішін солға жақты. Енді ол қай кезде оны өшіру керек деген сұрақ бар мына жерде. Әрине, ол мына жолақ ауыстырып жатыр, солға қарай ауысты. Сосын мына жерде сізге 3 нүкте көрсетіп тұр, 1, 2, 3 деп. Қайсысында бұл көлік жүргізуші мына солға жағылған поворотникін өшіреді? Әрине, мына бірінші нүктеде. Яғни бірден жолақ ауыса салысымен өшіру керек. Себебі ол мына арттағы жүргізушілерді жанып тұра беретін болса, арттағы жүргізушілерді ол алаңдатып, яғни шатастырады, қайда мынау қайда жүрейін деп жатыр, солға бұрылайын деп жатыр ма деген сияқты. Солға бұрылатын жағып қойып, сіз тіке жүре берсеңіз, ол мына басқа жүргізушілерді шатастырады. Мұнда қарап тұрсаңыз, осы бұрылыс көрсеткішінде дұрыс пайдаланатын реті бар екен, Құрметті оқырмандар, сіз жолда жүрген кезде мына көліктің барлық сізге берген жаңа жабдықтарын қолданыңыздар. Мысалы, кейбір жүргізушілерде жаңа арттағы стоп жанбай тұрады. Немесе артқа жүргізуге, жаңа артқа скорость салған кезде, R-ға салған кезде сізде ақ түс жанбай тұрады. Оның барлығы сізге қауіпті болады, Мысалы, сіз артқа жүретініңізді, жүріп жатқаныңызды байқамайды. Ана ақ түс жанып тұратын болса, ол кезде белгілі, сіздің көлігіңіздің артында ақ түс жанып тұратын болса, сіздің R-ға салып артқа жүріп жатқаныңызды бірден біле қояды. Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызға А нүктесінен Б нүктесіне аман есен жетулеріңізді тіледім. Аман болыңыздар. Біздің видеоларды барлығына таратып, қазақша жол ережесін түсініп алуға барлық жүргізушілерді бағыттап, жолда аман есен жүрейік.